Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен 90 барысында екі бөліммен таныстық. Бірінші бөлім көне түркі жазбалары және қазақ жазуы. Бұл бөлім бойынша біз сіздермен бөлім бойынша жиынтық бағалау жазған болатынбыз. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау екінші бөлім бойынша адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті. 90-дық жиынтық бағалау жұмысын жазу ұзақтығы 40 минут. Оқылым тапсырмаларын орындауға 15 минут уақыт беріледі. Жазылым тапсырмаларын орындау үшін 25 минут уақыт беріледі. Балл саны 15. Тапсырмалар түрлері: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы. 90-дық жиынтық бағалаудың нұсқасы екі компоненттен тұрады. Біріншісі оқылым және әдеби тіл нормаларын, екіншісі жазылым және әдеби тіл нормаларын тексеруге арналған. Біріншіден 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасымен танысып алайық. Біріншіден 8-ші тапсырмаларды орындау барысында қамтылатын мақсаттар: мақала, аннотация құрылымы мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. Сіздер тапсырмаларды орындау барысында берілген мәтінді оқып, мазмұны, құрылымы негізінде берілген сұрақтарға жауап бересіздер және жанрлық ерекшеліктерін ажыратасыздар. Яғни сіздер сабақ барысында өткен мәтіндер мен бүгінгі мәтінді салыстыра отырып, жанрлық ерекшеліктерін ажыратуларыңыз қажет. Берілген мәтіндердің тақырыбын, стиль түрлерін, құрылымын талдайсыздар. 9-шы тапсырма. Бұл тапсырма бойынша қамтылатын мақсаттар: жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу. Сіздер сабақ барысында өздеріңіз танысқан ережелерге байланысты жазба жұмыстарыңызда кездесіп жатқан, не болмаса өздеріңіз қолданып отырған күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазуларыңыз керек. Бұл тапсырманы орындау барысында ұсынылған екі тақырыптың бірін таңдап, жазба жұмысын орындайсыздар. Жазылым жұмысында берілген тақырып бойынша мақала немесе берілген жағдаят бойынша баяндама жазасыздар. Жазылым барысында жанрлық, стильдік ерекшеліктерді ұстану керек. Тілдік құралдарды орынды қолдану қажет. Берілген жанрды талапқа сай жазуларыңыз бағаланады. Оқылым тапсырмаларын орындау барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші тапсырмаларды орындау барысында дұрыс нұсқасын анықтағандарыңызға 1 ұпайдан беріледі. 5-ші тапсырмада мәтіннің не туралы екенін жазасыздар. Оған 1 ұпай беріледі. 6-шы тапсырмада мәтіннің түрін анықтайсыздар. Дұрыс анықтасаңыздар 1 ұпай беріледі. 7-ші тапсырмада мәтін қалай рәсімделгенін жазасыздар. Бұл үшін 1 ұпай аласыздар. 8-ші тапсырмада міндетті түрде сіздердің жауаптарыңыз ескеріледі. Өз ойларыңызды білдіргендеріңізге 1 ұпай, тұжырымдарыңыз анық шығып жатса 1 ұпай, тақырыптан ауытқымағандарыңызға 1 ұпай беріледі. Барлық ұпай саны 10.
оқылым мәтінін мұқият оқып, танысып аласыздар. Содан кейін барып сұрақтарға жауап бересіздер. Қазір мен сіздерге мәтінді бір рет оқып берейін, мұқият тыңдаңыздар. Бүгінгі жастар келбеті және оған мінездеме. Қазіргі жастар және олардың бүгінгі келбеті мен мінездемесіне анықтама іздер болсақ, екі қызықты жайтқа кездесеміз. Біріншісі, аға ұрпақтың пікірлері болса, яғни оны қоғамдық десек те болады. Екіншісі, жастардың өзінің көзқарасы болып табылады. Үлкендердің ұлағатты көзқарасы барлығымызға жақсы таныс. Бұл пікірлер әрбір үйдегі асхананың тренді тақырыбына айналғанына да біраз уақыт. Ал жастар, бүгінгі қазақ жастары, өздері жайында қандай пікірде екен? Тек осы тағылымы мен тағдыры қатар ұштасқан екі тақырыптан тұздыққа тұшынымды ақиқат іздеп көруге болатын секілді. Бүгінгі жас өмірді таусылмайтын ұлан асыр той, мейрам ретінде қарап, оған тек аз ғана күш салсаң, бәрі орындалып бола қалатындай қарайды. Және осы жайтқа себеп сыртқы әсер. Мысалы, MTV телеарнасының 1997-1998 жылдардан бастап бүгінгі таңға дейінгі ерен еңбегінің арқасында еліміздің бірнеше толқын ұрпағына берген әсерін еске алар болсақ, керемет эффект. Мойындаймыз, масқара. Қараңыз, сан жылдардың арнайы зерттеулерінің нәтижесі не дейді? Басым көпшілігі 13 пен 25 жас аралығындағы қауым MTV-дің арқасында алғаш цензуралы емес сөздер үйренгенін, ата-ана беделіне өзімшілдігін салыстыра бастағандарын мойындап отыр. Алайда бұл айсбергтің төбесі ғана. Ойымды бір түйінге түйсем, қорқатыным бүгінгі жеткен жетістік, жасалған жол, жиылған еңбек ертең елеусіз болып қалмас екен. Ешкімге керексіз боп. Үміттендіретін ауыл жақтан шыққан түтін, асаудың аузында ойнаған қара бала. Сенетінім, елім деген ер мен ерім деген жар. Мәтінді оқып алғаннан кейін мына беріліп отырған тапсырмаларды орындайсыздар. 9-шы тапсырма жазылым тапсырмасы. Берілген екі тақырыптың бірін таңдап, жазба жұмысын орфографиялық нормаға сай орындайсыздар. Жергілікті газетке азаматтық құндылықтарды бағалайық тақырыбында шағын мақала жазасыздар. 2-ші тапсырма. Сіз тәрбие сағатында әлемдік мәдениеттің адамзаттың рухани дамуына әсері тақырыбында баяндама оқығалы отырсыз делік. Баяндамаңыздың жалпы мазмұны бойынша жазба жұмысын жазасыз. Құрметті оқушылар, сіздер осы екі тақырыптың бірін таңдап, жазба жұмысын орындайсыздар. Жазба жұмыстарыңызға қойылатын максималды ұпай 5 ұпай. Біріншіден сіздер беріліп отырған сипаттамалармен танысып алыңыздар. Содан кейін барып жазба жұмысына кірісесіздер. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.